Сәлеметсіздер ме оқушылар? Әдебиеттік оқу сабағы 3-ші сынып. Тақырыбы ойнай білуде өнер. Бүгінгі сабақта мәтіннің композициялық құрылымын анықтайсыздар. Бірінші жаттығу: түсініп оқы, өз сөзімен әңгімеле. Қой асығы демендер, қолына жақа сақа қой. Жақсы кіші демендер, ақылы асса аға қой. Балалар, қалай түсінесіңдер осы шумақта айтылған сөздерді? Балалар, асық ойынның түрлері: омп ойыны, ханталапай ойыны, кентай ату, қызыл асық ойыны, үшке шықтым, бүк күшік, алшы ойыны. Жалпы балалар, асық ойынның түрлері өте көп. Бізге берілген 7 түрін суреттен көре аласыздар. Енді балалар, бүгінгі сабақта бізге берілген мәтін ол елдестің ойыны. Елдестің ойында ойыннан басқа ештеңе жоқ. Әке шешеге қолғабысы болмайды. Ал ойын дегенде жүгіріп кетеді. Мұның ойыны шатақ ойын емес, асық ойыны. Аспанға іліп қойған асықты атып алады. Мергендігінде шек жоқ. Ертемен үйден шыққанда бір асық, бір сақамен кетеді де, кешке 2 қалтасы толып қайтады. Балалар, мұның сақасы арқардың сағасығы, арқардың асығы арқардың өзінде жүйрік болады деп секілді өсек айтады. Илануға болады, өйткені біз көріп жүрген асықтай сүйегі таза әрі салмақты болып келеді. Балалар, мәтінге назар аударамыз. Ары қарай жалғастырамыз сабағымызды. Мәтінге қараймыз. Қаздай тізіліп тұрған асыққа дәлдеп тұрып жіберіп қалғанда, снаряд түскендей асықтар аспанға бір-ақ ұшады. Жинай бер. Ұтылған адамның ашулы болатыны белгілі ғой. Балалар, арқардың асығы ойнатпаймыз, қой асығымен ойнасын деп дау шығарады. Ертеректе асық ойнаған азар, доп ойнаған тозар деген мақал болған. Сол доп ешкімді тоздырмай-ақ қызығын ойнайтын футбол ойынына ұласты. Әңгіме авторы Оспанхан Әубәкіров. Балалар, жаңа мәлімет, яғни біз бүгін автормен танысамыз. Оспанхан Әубәкіров, ақын, сықақшы. Оспанхан Әубәкіров Алматы облысы Жамбыл ауданы Үшбұлақ ауылында туған. Ақынның күлеміз-ау, қағаз, қалпақ және тағы басқа балаларға арналған жыр жинақтары бар. Жалпы балалар, кітапқа назар аударамыз. Балалар, сен мәтіндегі негізгі ойдың басталуы, жалғасуы, аяқталуы болатынын білесің. Мұны шығарманың құрылымы, яғни композициясы деп атайды. Композициялық құрылым сюжетпен тығыз байланысты. Ал сюжет дегеніміз не? Сюжет дегеніміз, балалар, шығармадағы оқиғалардың тізбегі. Яғни балалар, 5-ші жаттығу қазір орындаймыз. Бұл жерде мәтіннің композициялық құрылымына талдау жасау қажет. Басталуы асық ойыны, жалғасуы 3 бөлімнен тұрады. Елдестің мергендігі, асықтан ұтылған балалардың дауы. 3-ші бөлім қалай аталуы мүмкін, балалар, қалай ойлайсыздар? Дұрыс, асық ойнаған азбайды, доп ойнаған тозбайды. Жақсы, аяқталуы ойнай білуде өнер. Жақсы балалар, 5-ші жаттығудан кейін 6-ші жаттығуға көшеміз. Аяқтау бөлігіндегі жазбаға түсіндірме беріп көр. Бір нәрсе немесе бір оқиға жөнінде түсіндірме беру үшін сол айтылғандарға дәлелдер келтіресің. Яғни келіскенін, не келіспейтінін туралы айтасың. Мәтіннің аяқталуы, балалар, кестеге назар аударамыз. Ертеректе асық ойнаған азар, доп ойнаған тозар деген мақал болған. Сол доп ешкімді тоздырмай-ақ қызығып ойнайтын футбол ойынына ұласты. Қанеки балалар, түсіндірме бойынша жұмыс жасайықшы. Осы сөйлемді біз қалай түсінеміз? Қандай мағына бар? Қалай түсіндіре аламыз өз сөзіңізбен? Жақсы балалар, қазақ халқының ұлттық спорттық ойындарының бірі ол асық ату. Қазақ баласы асықты кешке күндіз ойнай береді. Яғни кешке ойнау арқылы оның ептілігі тәрбиеленсе, күндіз ойнау арқылы оның мергендігі тәрбиеленеді. Балалар, осы арқылы біз көре аламыз. Асық ойынын ешқашан ұмытылмайтынын, доп ойыны оның орнына келсе де, асық ешқашан ұмытылмайды.
Мінеки сондықтан асық ойнаған азар, доп ойнаған тозар деген мақалды да осы жерде қолдансақ дұрыс болады. Енді балалар, біз бүгінгі сабағымызды аяқтамастан бұрын рефлексия. Біздің рефлексиямыз, яғни бағдаршам әдісі арқылы жүзеге асады. Бағдаршамның 3 түсіне қарай бүгінгі сабақты аяқтаймыз балалар. Назар аударғандарыңызға рахмет. Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.